Сәлем достар. Сіздер ITB Бурабайдың ең алғашқы подкастын тыңдап отырсыздар. Жалпы осы подкастта біз сіздермен қызықты тақырыптарды талқылап, жаңа идеялармен бөлісеміз. Осы подкастта біз адам өмірінде ерекше орын алатын және де адамды тұлға ретінде қалыптастыратын бір ерекше әлем туралы әңгімелесеміз. Бұл мектеп. Расында мектеп тек білім алатын орын емес, сонымен қатар өзіңді танитын, достар табатын, болашақ құрастыратын орта. Және де оны басқару, оқушыларға сапалы білім беру, және де мұғалімдерге қажет кезде қолдау көрсету оңай шаруа емес. Бүгін біз осы тақырыпқа үңіліп, мектеп басшысының көзқарасын, өмірде болған жетістіктері мен қиындықтарын талқылаймыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы ағай, бірінші өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Есім Бабур болады. Саид Каримович Нұрматов. Түркістан қаласының тумасымын. Өзім 1990 жылы 20 сәуірде Түркістан қаласында туылғам. Өзім осындай білім инновация лицейлерінің бұрынғы қазақ түрік лицейлерінің түлегімін. 2003-2008 жылдар сол жақтарда оқыдым. Сосын 2008 лицей бітіргеннен кейін Алматы қаласындағы Сүлейман Демирел университетіне ақпараттық жүйелер мамандығына түстім. 4 жыл сол жақта оқып бітірдім. Алғашқы мұғалімдік жылым осы Қызылорда қаласына бастады. Қызылорда қаласындағы сол кезде қазақ түрік лицейі болып, ұлдар лицейінде жұмыс істедім. 4 жыл сол жақта істедім. 2012-2016. Одан кейін 2016-2019 жылдары Ақтөбе ұлдар лицейінде жұмыс істедім. 2019-2021 Құлсары қаласындағы лицейде жұмыс істедім. 2021-2022-де Ақтөбе қыздар лицейінде жұмыс істедім. Сол 2022 соңынан бастап осы Бурабай ауданында Щучинск қаласында осы лицейде жұмыс істеп келе жатырмын. Ал қай лицейдің түлегі едіңіз? Өзім Кентау қаласындағы қазақ түрік лицейі, қазіргі білім инновация лицейі. Сол жақтың түлегім. Күшті. Енді басқа сұрақтарға көшсек, негізі көп адамдардың ойынша мектеп тек оқушылар мен мұғалімдерден ғана отырады. Бірақ шыны келсек, оның артында үлкен біз көрмейтін жұмыс бар. Ұйымдастыру жұмыстары, және тағы басқа. Сіз осы саланы қалай таңдадыңыз? Мұғалімдікке қалай келдіңіз? Мен негізі Сүлейман университетінде оқып жүрген кезімде мұғалім боламын деп ойламағам. Маған мен өзім студент болып жүрген кезде параллельно тәрбиешілік жасадым. Сол Сүлейман университетінің жатақханасында. Сол тәрбиешілік жасап жүрген кезде үстімізден қарайтын басшымыз түрік ағайымыз бар еді. Сол кісінің әсері болды мен мұғалім таңдауыма. Сол 4-ші курстың ең соңында мұғалім боламын деп таңдап шештім. Сонымен ол кезде білім инновация фонды, ескінің Қатев деген фонд бар еді, халықаралық фонд. Сол фонд Алматы қаласында орналасқан еді. Солған барып, сол жақта мен мұғалім боламын деп айттым. Содан кейін мен сол жазда уже мұғалімдікке Қызылорда қаласына алғаш рет жіберді ротациямен. Солай мұғалімдікті таңдадым. Ал егер ақша құны болмаса, сондай сұрақ бар жалпы. Ақша құны болмаса, сіз мұғалім болушы едіңіз ба? Әлі басқа бір мамандыққа түсуші едіңіз ба? Ақша құны болмаса дегенде, мен негізі мұғалім таңдаған кезімде, ол кезде мұғалімнің айлығы өте аз еді. Ол кезде аз еді. Мен ол кезде айлық үшін емес, жалпы бір қоғамға пайдалы болу үшін таңдадым. Негізі өзім мамандығым IT болғаннан кейін, мен IT-шік несіне кетуім мүмкін еді, бірақ өзім таңдаған мамандығым жұмыс істеп практика жасаған кезде көрдім, маған менікі емес екен. Мен Астанада бір ай практика өткем, 3-ші курстың соңында. Сол кезде көрдім, менікі емес деген. Мен 4-ші курста ойландым, не істесем болады, қандай мамандықта жүрген кезде. Бірақ сонда да IT саласында жұмыс жасаймын деп жүргем. Бірақ ана кісінің әсерінен кейін мен ойым өзгеріп, осы мұғалім жолын таңдадым. Содан бері уже 13 жыл болды, бұйыртса мұғалім болып жұмыс жасап келе жатырмыз. Ол қазір жалпы оқу білім беру саласында көп өзгерістер болып жатыр. Және де осы салада сізді ең көп толғандыратын мәселе қандай? Енді білім саласы осы кезге дейін көптеген реформалар болды ғой, өзгерістер болып жатыр әртүрлі. Негізі бәрібір жақсы жаққа өзгеріп жатыр.
ең алғашқы мына өзгерістердің біреуі жаңа сендер айттыңдар ғой, айлық мәселесі деп. Финанс. Негізі мұғалімдердің айлығы көбейе бастады 2019-дан бастап. 2019-дан 2023 жылға дейін мұғалімдердің айлығы көбейді. Одан бөлек қазір мұғалімдік мамандыққа таңдап барып жатқан оқушылар өте көп бұрынға қарағанда. Жоғары балл жинап бара жатыр, өйткені ол жерде жаңағы мемлекет басшысының қолдауымен болып жатыр. Мысалы, мұғалімдік оқып жатқан студенттердің өз стипендиясы 2 есе көп басқаларына қарағанда. Басқа маман, мысалы, IT маманын оқып жатқан бір студент, мысалы айтқанда 25 мың алатын болса, мұғалім мамандығында оқып жатқан студенттер 50 мың теңге алады. Соның өзі болашақ нелерге мотивация ретінде қазір білім саласында негізі оның өзі үлкен бір қолдау көрсету деген сөз. И білім саласы соның бұрынға қарағанда негізі қайда өзгеріс өте көп. Одан бөлек педагог статусы деген нәрсе бар. Енді өздерінде естігендерінде шығарсыңдар, бұрындар мұғалімдерді көп жерге жұмсайтын ары бері. Жоқ, действительно ол ашық нәрсе. Өзімізде оқушы кезде, бала кезде көрдік қой. Бірақ қазір уже мұғалімдердің статусы бар, мәртебесі бар. Қазір заң бар. Қазір мұғалімдер балағаттауға не істеуге болмайды. Оның өзі қазір административный штраф. Сол сияқты мемлекет тарапынан ең қолдау көрсеткен саланың бірі осы білім саласы. Ал енді қазіргі болып жатқан бір мәселені талқылап кетсек, мысалы қазіргі таңда оқушыларға көптеген мүмкіндіктер дәл алдарында тұрады. Бірақ дегенмен де оқушылар сол мүмкіндіктерді қолданбай уақытын босқа өткізеді. Сіз осы нәрсеге қалай қарайсыз? Енді мына жерде білім деген неге әр баланың, әр адамның өзінің көзқарасы әртүрлі. Біреулер білім алуды беске оқу деп біледі. Біреулер действительно болашағына керек пәндерді ғана оқитындар бар. Немесе тек, мысалы, мен болашақта айтишник боламын дейді, тек өзіне қатысты саланы ғана оқиды, қалғанын оқымайды. Ол адамның өзінің таңдауы. Анда не жоқ. Кейбіреулер енді әркімнің отбасындағы, балалық кезіндегі әлеуметтік жағдайларына да байланысты. Мысалы, қиыншылық көріп өскен адам, мен болашақта өйтіп қиналмаймын деп, қиналғым келмейді деп оқуға тырысады. Бірдеңе үйренуге, оқушы кезден бірдеңе жасауға тырысады. Сол себепті андай бір нақты бір не жоқ, факт жоқ. Андай, что мынау бала не үшін оқиды, не үшін оқымайды деген нәрсе. Өйткені әркімнің жағдайы, әркім ситуациясы әртүрлі, действительно. Көп нәрсе отбасына, өзінің балалық шағындағы нелерге ортасы да әсер етеді оған. Ортасындағы адамдар көбісі жақсы оқитын болса, соған қарай ол да тырысады. Кейбір жерде кері тартатын болса, ол да соған қарай көбінше оқу жағынан қалай десем болады, төмен қарай түсіп кетеді. Сол үшін бізде лицейдің бір несі, жалпы бір мақсаты жақсы орта. Жақсы орта, біздің жалпы мысалы мұғалімдердің, жалпы білім инновация лицейлерінің мақсаты сол. Жақсы орта ұйымдастыру. Ары қарай уже білім, тәрбие соған қарай уже жалғаса береді. Дұрыс орта табу ең маңызды бір қадамдардың бірі. Даму үшін де, жалпы жақсы адам болу үшін. Тағы да бір сұрақ. Қазір жасанды интеллект деген нәрсе бар екен барына бәлім. Және де оқушылардың әрқашан жасандық интеллектке сүйенгені, әрқашан жасанды интеллекттен сұрақ қойғандарына қалай қарайсыз? Енді ол жерде жасанды интеллектті пайдалана білу керек. Мүлдем пайдаланбау дегенде болмайды. И оны дұрыс жаққа да пайдалану. Кез келген нәрсе тек жасанды интеллект емес. Қазір мысалы өзіміздің әлеуметтік желілер бар ғой. Мысалы қолданып жатқан Instagram, TikTok-тардың өзі. Оның дұрыс жаққа қолдануға да болады. Немесе зиянды, пайдасыз нәрселерге қолдануға болады. Просто уақыт өткізу деген сияқты нәрселерге де қолдануға болады. Сол үшін ана жерде жасанды интеллектті қолдана білу керек, бірақ оның зиян жақтары да бар, жоқ емес. Адам ойлау қабілеті бір шек қойып қояды. Шектеп қояды адамның ойлау қабілетін. Мысалы, қазір үй тапсырмасын орындау, эссе жазып беру,
бір керек заттардың көп нәрсесіне дайын тұр. Иә. Оның басында алғаш шыққан кезде қазақшаны жақсы білмейтін еді. Қазір қазақшасы да қазір керемет. Қазір әдемі түрде андай қатесіз несі жазып береді, керек заттардың бәрін. Бірақ жаңағыдай пайдалану керек жерде пайдалану керек. Мысалы айтайын, IT саласында мысалы программирование бір код керек кезде, мысалы адам ойына келмейді, қиналатын кезде де қолдануға болады. Мысалы код жазып береді дайын. Мысалы біз 1 сағат, 2 сағат интернеттен іздеуіміз керек затты 1 минутта, бірнеше секундта тауып шығарып береді. Сол сияқты ол жерде дұрыс жағынан пайдалансақ, ол өте пайдалы. Бірақ полный соған кіріп кетпеу керек түгелдей. Дұрыс. Ол әлеуметтік желілерде сондай, жалпы интернеттің өзі де солай. Керек қажет заттарға ғана қолдансақ, өте пайдасы көп. Егер уақыт өткізу үшін болса, ол зияны жағынан өте зиян деп айта аламын. Бірінші очередь уақыт кетеді, өте көп бос уақыт өтіп кетеді. Қанша біз пайдалы бірдеңе үйрену керек, немесе біреумен жақындарымен уақыт өткізу керек уақыттар босқа өтіп кетеді. Сол үшін әр нәрсенің жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Тек жақсы жағынан пайдалана білу керек деп ойлаймын. Толық келісемін. Ал егер сізге мектепті жаңа деңгейге көтеру үшін бір мүмкіндік беріледі, жол ашылады. Және сіз ең бірінші түрде қандай мәселені немесе бір нәрсені бастар едіңіз? Біздің мектепте. Біздің мектепте. Иә, мектеп формасы мүмкін десем. Мектеп формасын бастадық негізі. Біздің мектепте. Енді біздің мектепте мен басшы ретінде ең алғашқы жасалып жатқан, әлі жасалынатын жұмыстар әлі көп өте. Жоспарларым бар. Бірінші кезекте жаңағыдай оқушыларға және мұғалімдерге қолайлы орта. Қолайлы, қауіпсіз орта. Сол ұйымдастыру. Жан жақты тек емес, мұнда интернат болғандықтан бірінші жату орнынан бастап бар, әрине кемшіліктер, жасалынбай жатқан, жасалыну қиын болып жатқан заттар бар, бірақ бәрі уақыт келе реттеліп жатыр деп ойлаймын. Қазір бірінші кезекте мысалы бүкіл кабинеттердің мысалы барлық оқуға, білім алуға материалдық жағдай толықтай бар деп ойлаймын. Жасалынды мысалы осы жыл соңғы рет мысалы бүкіл кабинеттерге интерактивті телевизор қойылды қазір. Барлық жерде панел қолдануға болады. Оқушылар мысалы тамақ жағынан өздеріңіз де білесіздер, осы жыл бүкіліне оқушыларға тегін тамақтану болды. Ол да мысалы облыс әкімінің қолдауымен, мысалы бір жағынан ол өте бір үлкен оқушыларға, ата-аналарға жеңілдік деп ойлаймын. Солай жақсы орта, керек қажетті материалдық базаның бәрін түгендеу, одан кейін білім несін дамытудың тағы біреуі мұғалімдер. Жақсы, сапалы мұғалімдер. Мұғалімдер жан жақтан келеді, әртүрлі деңгейде, бірақ бәрі мұғалімдер де олардың да деңгейін арттырып, оларға да жақсы орта ұйымдастыру арқылы білім сапасын осылай арттырамыз деген жоспар, ниетіміз бар. Дұрыс. Жалпы 7-ші сыныппен салыстырғанда мектеп жаңа деңгейге көтерді. Мысалы, даже мынау кантин. Кантиннің ең бірінші түрі, кантин ең басында 3-ші этажда болған, ал қазір бізде мынандай әдемі кантин бар. Сосын ойыма келген тағы да бір сұрақ бағана, жалпы кантинға жаңа дизайн, кантин жаңа дизайн болсын деген ой қалай келді? Кантин жаңа дизайн болсын деген, негізі бүкіл мектепке жаңа дизайн деген ой бар. Бірақ кантиннің жаңа дизайн болсын дегені бір бизнесмен ағалардың, бір кісілердің өзінің бір атағаны деп айтайын. Сол кісілердің көмегімен бір жағынан енді бізге білесіңдер, көп кісілер келеді. Мектептің ашылуына себепші болған кісілер бар. Астана түлектер фонды бар. Сол кісілер мысалы көп өздері барлығы білесіңдер бизнесмен ағайлар. Олар қолдан келгенше мектепке әлі де қолдау көрсетіп келе жатыр, ашылғаннан бастап. Оны сендер білетін жақтарың бар, білмейтін жақтарың бар. Сол үшін сондай кісілердің арқасында көп мәселелер шешіліп жатыр. Тек не емес, олар емес, мемлекет жағынан да шеше алмаған срочный мәселелерді сол кісілердің арқасында шешуге тырысып жатырмыз. Ең бірінші мақсат жаңағыдай
осы оқушыларға, жалпы сендерге жақсы бір орта болсын, жақсы бір мектеп болсын, былай орысша айтқанда уют дейді ғой, үйдегідей жағдай жасауға тырысып жатырмыз. Үйдегідей бір жағынан заманауи, бәрі әдемі түрде, бір жер әдемі болып тұрса, бүкіл адам сол жерге келуге тырысады. Мына жер былай айтқанда тек кантин емес, коворкинг зона ретінде ғой, сабақ оқиды балалар. И көп бұрындар басқа жерде жүретін еді оқушылар. Қазір көбісін осы жерден тауып аламыз. Сол сияқты тек бұл жеріміз, тағы да басқа жерлерде алдағы уақытымда жоспарымыз бар. Сол жерлерге де осындай коворкинг күшті зоналар жасау. Енді қайтып білім тақырыбына келсек, біздің мектептің, яғни білім инновация мектептерінің басты символ ретінде бір тезис бар еді ғой, сапалы білім, саналы тәрбие. Сол білім мен тәрбие беру бұл егіз ұғым, бірақ олардың арасында тепе-теңдікті табу өте маңызды деп айтады. Сіз сол тепе-теңдікті қалай сақтайсыз? Негізі қазіргі уақытта мысалы жалпы сапалы білім мен саналы тәрбиенің өзің былай ашатын болсақ, сапалы білім деген ол былай кеңейтілген бір не ғой, жалпылама айтылған нәрсе. Сапалы білімнің ішінде көп нәрсе кіреді. Ол жаңағыдай білім, балаларға заманауи білім беру, жаңағыдай жан-жақтылығын беру, мысалы жаңағыдай айтқандай искусственный интеллект сияқты бүкіл нәрселерді балаларға алдағы өмірде керек болатын білімді, тек сабақ жағынан емес, өмірде керек болатын білімді беру. Тәрбие де солай. Ол жерде ашып айтқан кезде балалардың, мысалы барлығымыз негізгі құндылықтарымыз бар ғой өзіміздің. Жалпы адамгершілік дейміз, мысалы отансүйгіштік дейміз, адалдық дейміз, сол сияқты құндылықтардың барлығын тек оқушылар емес, бәріміз бойымызға сіңіруіміз, соның өзі саналы тәрбие деген. Тепе-теңдік дегенде, ол жерде негізгі мәселе қазіргі уақытта тәрбие өте маңызды. Білім кез келген кезде үйренеміз. Бірдеңе керек па? Жансұлу айтқан сияқты, ChatGPT-ға жазасың, искусственный интеллект тауып береді. Білім оны үйрену қиын емес. Ол кез келген адам жасай алады. Тәрбие ондай емес. Тәрбиені интернет үйретпейді, ChatGPT үйретпейді. Ол нәрсені тек осылай ортадан, осылай мұғалімдерден, тәрбиешілерден алынатын, ата-анадан үйренетін нәрсе ол. Сол үшін маған қалса, мен өзім бірінші тәрбиені қоятын едім жоғарыға. Өйткені Әл-Фараби атамыздың айтқаны бар, білесіздер, тәрбиесіз алынған білім адамзаттың қас жауы дейді. Сол үшін бәрібір тәрбие дегенде адамгершілік қой, жалпы. Адам болып туылғаннан кейін адамгершілік бірінші деңгейде тұрады. Қалған білімі болсын, оның байлығы болсын, басқа нәрселер ол келесі деңгейдегі нәрсе. Адамгершілік болмаса, қалған бүкіл нәрсе бос деген сөз ғой. Сол үшін жаңағыдай айтқандай, бірінші очередьте негізі ол жерде тепе-теңдік емес, даже тәрбие мәселесін жоғары қою керек деп ойлаймын бірінші кезекте. Ал егер дәл қазір сізге 11-ші сынып оқушылар келеді, ағай, бізге осы жылы университетке түсеміз, қандай кеңес бересіз? Тек бір ғана кеңес. Мен айтатын өздеріңнің жақсы көрген мамандықтарыңа барыңдар деп айтамын. Ол ақшасына, несіне қызығуын қажет жоқ. Кез келген мамандықтың маманы болса адам, ол жерде ақша өз келеді. Қазір бұлай ешкім айта алмайды, мына мамандықта айлық аз деп. Ондай нәрсе жоқ. Даже қарапайым ең жұмысшы болып та адамдар көп нәрсе ақша тауып жүргендер бар. Қолында бір телефонмен адамдар миллиондап ақша тауып жатыр. Онда не жоқ? Мысалы, қатып қалған бір заңдылық жоқ. Бұл кезінде қалай айтсам, әке-шешелеріміз айтатын еді, оқымасаңдар, жаңағыдай базарда таш кетересіңдер деп айтатын. Ол заман өтіп кетті қазір. Қазір адамда қолында қандай бір несі бар, сонымен-ақ адам күн көре алады. Білімі болса болды, ең маңызды. Білімі, өзінің әрекет жасаса адам күнін көріп, кез келген бір мамандық иесі болады. Қазір білесіңдер, кейбір мамандықтарға дипломда қажет жоқ. Дипломда қажет жоқ. Университет оқымаса да,
адамдар жақсы жерде жұмыс істеп жақсы бір маман иесі болып отырғандар бар. Сол үшін айтқандай маңызы не емес, жаңағыдай жақсы өте керемет білім ал деп айта алмаймын. Өйткені өзіне адам болашағына керек білімді ала білу керек, мамандығына керек. Бірақ мамандық таңдауды ертерек бастау керек. Ертерек мамандық таңдап, сол мамандыққа мысалы ұбт тапсыратын болса, ұбт сол қай пәндер керек, сол пәндерге дайындалып адам. Мысалы адамның грантқа түсіп, платныйға түсуімен оның да бір ерекшелігі бар адамның алдында, өміріне бір әсер етеді. И адам мысалы дайындық жасайды ғой, мысалы ұбт дайындық жасайды. Мысалы өмірлерге біз айтамыз, дайындық жасағандар көп, уақыттарын не істеңдер деп. Ол дайындық жасағандарының өзі адамды болашақта өзімен жаңа орысша айтқанда самостоятельно сабақ оқып үйрену деген сөз. И ол университетте керек болады, ертең жұмыс істеген кезде де керек болады. Біреу артынан былай түртіктеп білмесе де өз-өзін оқып, өз-өзін контроль жасайтын адамдар болса, и балалар соған үйренеді. Мысалы адам университетке дайындалған кезде. Жаңа айтқандай сұрағына келетін болсақ, действительно менің айтатыным сол бір өзіңнің сүйікті мамандығыңа бар деп айтамын. Ақшасына, ештеңесіне қарама. Өйткені ақша мамандығын жақсы көрсең, білімің болса, ақша өз келе береді. А дүниенің артынан қуатын болсақ, дүние ешқашан жеткізбейді. Бұрын бір өзіміздің лицейде оқыған бір ағаларымыз бар еді, сол кісі айтатын. Ақша дүние дейді, мысалы біз мысық болсақ, дүние біздің құйрығымыз сияқты дейді. Біз құйрығымызды қуатын болсақ, жеткізбейді ғой, мысық бір жерде тұрып айналай береді, дұрыс па? Ал сен жүрсең, артынан еріп келе береді дейді дүние. Сол сияқты маңызы дүние емес та, маңызы өзің мамандығың жақсы көрсесең, дүние өзі келе береді. Ал егер қазір дәл алдыңызда 10 жыл бұрындағы Бабураға келсе, қандай кеңес беруші едіңіз? 10 жыл бұрында өзім келсем, мен бос өткізген бәрібір болады ғой, өкінетін кездеріміз. Бос өткен уақыттарымыз болады, көп ойнап, көп не істеген. Әлі де өзін сол кезде мысалы дамыт деп айтатын едім. Бірақ әлі де кеш емес. Біз адам өмір бойы оқуымыз керек. Өмір бойы үйренетініміз бар. Мен ешқашан ешкім айта алмайды, мен бүкіл нәрсені білем деп. Даже кез келген мамандықта адам неше жыл жұмыс істесе де үйренетіні көп, өте көп. Барлығының өз мамандығына. Сол үшін кімге болса да айтамын, бос уақыттарыңды бос өткізбеңдер деп. Пайдалы. Немесе пайдалы бір өздеріңді дамытуға өткізіңдер. Одан кейін уақыт болып отса, өздерінің жақын адамдарымен уақыт өткізіңдер. Өйткені ол кей кездер болады, жақын адамдармен кей кездер уақыт бөлуді ұмытып кетеміз. Мысалы, отбасың болуы мүмкін, әке-шешелерің болуы мүмкін, бауырларың болуы мүмкін. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Тек өзім деп кетсең, тоже болмайды. Ол более эгоистичный нәрсе. Тек өзіңді ойлау. Ана жерде басқалармен де, жаңа айтқандай, өмірдегі тепе-теңдікті ұстау керек бұл жерде. Адам тек недегі емес, жаңа білім тәрбие емес, жалпы адам өмірде тепе-теңдік. Барлық өзімнің қатысты не бар маған, бүкіліне мен уақыт бөлуім керек, бүкілімен жаңағыдай барлық нәрсенің ақысы бар дейді. Отбасыңда ақысы бар, әке-шешеңде ақысы бар, өзіңнің де ақың бар, денсаулығыңда ақысы бар. Мысалы, тек басқалар үшін жүгірмей, өзіңе де қарау керек болады. Мысалы, жаңа айтқанда өзің денсаулығың бар, өзің дамытуың, білімің, нелерің бар, жұмысың бар, отбасы барлығына былай қарасаң, бүкіліне уақыт өткізу, барлығына уақыт бөлу керек, бірақ уақыт жетеді. Біз кейзір ойлаймыз, уақыт жетпейді деп ойлаймыз. Негізі барлығына уақыт жетеді. Просто адам өмірін жоспарлау керек болады, соған қарай. Таңертеңнен бастап, кешкі адам ұйықтағанға дейін өмірін жоспарласа, барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Сізге тағы бір қояр соңғы сұрағымыз қалды. Жақсы адам болу деген не, және оған қандай қасиеттер қажет? Жақсы адам болу дегені, жақсы адам дегені бір сөйлеммен айтуға болады. Жақсы адам деген ол
басқа адамдарға, қоғамға пайдасы бар адам. Соны жақсы адам деп айтады. Тек өз-өзіне пайдасы бар адамдарды мен жақсы адам деп айта алмаймын. Өзінің ойынша жақсы болуы мүмкін, негізгі мақсат, бірақ жаңағыдай қоғамға пайдалы бола білу. Мысалы, мен де мұғалімдердің мұғалім жолын таңдауының бір себебінің біреуі де сол да, қоғамға бір пайдалы бола білу. Адамның өміріне бір жақсы нәрсеге үйрете білу. Ол нәрсе тек мұғалім емес, ол кез келген адам по-своему бір мұғалім деп айтуға болады. Өйткені кез келген адам, кез келген адамдарды, айналасындағыларды жақсы жаққа тарта алады, жақсы нәрсе үйрете алады. Жақсы адам деген сол. Жаңағыдай қоғамға, айналасындағы адамдарға пайдалы бола білу. Сол үшін менде мақсатымыз, ниетіміз барлығымыздың жаңағыдай жақсы адам, адамгершілігі мол адам тәрбиелеу. Бір профессор, соңғы бір немен бітірейін. Әлеуметтік желілерде көргеніміз бар. Мысалы, бір профессор тақтаға бір деп жазады. Студенттерге бір не ретінде бір үйретіп кетейін, ақыл кеңесін айту мақсатында бір деп жазады. Мынау біздің адамгершілігіміз дейді. Одан кейін артынан бір 0 жазады. Мысалы айтқанда, бұл біздің байлығымыз дейді. Тағы бір 0 жазады, біздің ақылдылығымыз дейді. Тағы бір 0 жазады, сөйтіп барлық адамдарда болатын қасиеттер нелерін жазады. Одан кейін, мысалы айтайын, бірнеше белгілі бір сан шығады. Айтады, басында айтады, бірді өшіріп тастайды. Мына жерде қанша тұр дейді? 0. Қанша 0 болса да 0 тұр дейді. Дұрыс па? Значит, адамның адамгершілігі болмаса, ол қалған бүкіл нәрсесі 0 болып кетеді екен. Сол үшін адамның ең маңызы жаңағыдай жақсы адам болу үшін адамның адамгершілігі болу керек. Қалған нәрсенің бәрі бола беретін нәрсе. Байлықта, басқа нәрседе, адам сыртқы келбеті де барлығы нәрсе ол уақытынша нәрселер. Бірақ адамгершілікті ешкім ұмытпайды, білесіңдер. Біз бір адамды неге жақсы көреміз кей кездер? Оның бірінші орында адамгершілігіне ұнатамыз. Содан жақсы көреміз. Тек сыртқы келбетіне емес, адамның адамгершілігінен. Сол. Рахмет, осы айтарым. Ағай. Жалпы мектеп бұл тек бағалар ғана емес, пәндер ғана емес, сонымен қатар адамды осылай айтқандай тұлға ретінде қалыптастыратын және де өмірлік бағыт-бағдар беретін бір әлем, бір орта болып табылады. Және де осы ортаның, осы бір процестің бір көшбасшысы біздің директорымыз, және де сіздің жұмысыңыз үшін мың алғыс. Біз оқушылар болсын да, мұғалімдер болсын да, парламент болсын да, сізге өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі студиямызға келгеніңіз үшін рахмет, ағай. Уақытыңыз бөлген үшін. Рахмет, ағай. Сіздерге де сәттілік тілеймін өмірлеріңізде. Рахмет шақырғандарыңызға.